Ассаламу алейкум. Бүгін біздің тақырыбымыз биохимиялық анализ. Биохимиялық анализ арқылы біз адам ағзасындағы көмірсулардың, белоктардың, майдың және де микроэлементтердің алмасуын және олардағы бұзылыстарды, сонымен қатар бауырдың, бүйректің, ұйқы безінің, жүректің, тағы басқа да ағзалардың қызметі мен олардың қалпын жайлы бағалауға мүмкіншілік береді. Бірінші тоқталатынымыз жалпы белок. Жалпы белоктың адам ағзасындағы қызметі барлық биохимиялық реакцияларға қатысады. Мысалы, тасымалдау қызметі, катализатор, иммунды қорғаныстарға тағы басқаларға жауап береді. Жалпы белоктың құрамына альбумин, фибриноген, 4 глобулинді фракциялар кіреді. Жалпы белок қалыпты мөлшерде 65-85 грамм литрде болады. Егер де біздің биохимия анализімізде жалпы белоктың мөлшері 65 грамм литрден төмен болатын болса, оны гипопротеинемия деп атаймыз. Гипопротеинемияға алып келетін екі себеп бар: физиологиялық және патологиялық. Физиологиялық себептерге жүктілік соңғы триместрінде және емізулі аналарда. Гипопротеинемияның патологиялық себептері екіге бөлінеді: абсолютті және салыстырмалы. Абсолютті дегеніміз адам ағзасындағы белоктың санының азаю, оған себеп болатын тамақтан белоктың жеткіліксіз түсуі, мысалы аштық кезінде тоймай тамақтану, құнарсыз тамақтану, тағы басқаларда. Және де ас қорыту жүйесінде белоктың сіңірілуінің жеткіліксіздігі, төмендеуі, оған алып келетін энтерит, асқазан ішек операциясы кезінде, тағы басқа ауруларда. Сосын бауырдың белок синтездеуінің төмендеуі, оған гепатит, бауыр циррозы, уланулар, тағы басқалар жатады. Одан бөлек адам ағзасындағы қалқанша безінің функциясының жоғарылауы гипопротеинемияға алып келеді. Және де зәрмен белок бөлінген кезде, қан жоғалту кезінде, кортикостероидтар ұзақ уақыт қолданылған кезде. Ал салыстырмалы дегеніміз адам ағзасында тұз-су балансының өзгерісі, яғни гематокриттің өзгерісіне байланысты. Мысалы, олигурия, анурия, инфузиялық терапия, оның ішінде глюкозаны құйылған кезде антидиуретикалық гормондар көп мөлшерде қолдану алып келеді. Жалпы белоктың 85 грамм литрден жоғарылауын гиперпротеинемия деп атаймыз. Ол да екіге бөлінеді: абсолютті және салыстырмалы. Абсолютті дегеніміз тұз-су алмасуының бұзылысына байланысты емес. Бұл өте сирек кездеседі. Бұған алып келетін себептер созылмалы полиартрит, созылмалы активті гепатит, бауыр циррозы, тағы басқаларда. Ал салыстырмалы дегеніміз су-тұз алмасуының бұзылысына байланысты. Мысалы, ауыр физиологиялық жұмыс істейтін адамдардың көп терлеу нәтижесінде, күйген кезде, перитонит кезінде, ішек өтімсіздігі кезінде, құсу, диарея кезінде, нефрит кезінде, қантсыз диабет кезінде, тағы басқа ауруларда кездеседі. Келесі қарастыратынымыз альбумин. Альбумин қандағы жалпы белоктың 60%-ын құрайды. Альбуминнің қызметі онкотикалық қысымды және де адам ағзасына түрлі биохимиялық заттар тасымалдау, сонымен метаболизмдік процестері қатысу. Альбумин бауырда синтезделеді, тәулігіне 15 грамм. Альбуминнің қалыпты мөлшері 35-55 грамм литрде. Егер 55 грамм литрден жоғарылайтын болса, ол гиперальбуминемия деп атаймыз. Ол өте сирек кездеседі. Оған алып келетін себеп адам ағзасының сусыздануы. Егер альбуминнің мөлшері төмендейтін болса, гипоальбуминемия деп атаймыз. Ол 35 грамм литрден төмен болуын көрсетеді. Оған алып келетін себептер тамақта белоктың аз болуы, немесе ашығу, құнарсыз тамақтар, немесе тойып тамақтанбау себеп болуы мүмкін. Сонымен қатар ас қорыту жүйесінде белоктың сіңірілуінің жеткіліксіздік кезінде және де бауырда альбумин синтезі төмендететін себептер бауырдың токсикалық зақымдалуы, бауыр циррозы, тағы басқаларда. Және де адам ағзасынан белоктың шығуы жоғары мөлшерде болатын болса, мысалы нефротикалық синдром кезінде зәрде белок болса, онкологиялық аурулар кезінде сепсис және гипергидратацияда. Глюкоза. Глюкоза негізгі энергия көзі. Глюкозаның қалыпты мөлшері наташакта 3-3, 5-5 миллимол литрде. Глюкозаның мөлшерінің жоғарылауын гипергликемия деп атаймыз. Ең жиі кездесетін себептер қант диабетінің 1-ші және 2-ші типтерінде. Сонымен қатар физиологиялық жағдайда жоғарылауы мүмкін. Ол ауыр физикалық жұмыс істеген кезде және күйзелістегі адамдарда. Ал
Одан бөлек себептер ішкі секреция бездерінің бұзылысы, феохроматома, акромегалия, гигантизм, синдром Кушингада, ұйқы безінің ауруларында, жедел және созылмалы панкреатитте, және де ұйқы безінің ісігінде, және бауыр бүйрек ауруларында, инсульт, инфаркт кезінде, кейбір препараттарды қолданғанда гипергликемия дамуы мүмкін. Оған алып келетін себептер адреналин енгізілген соң кофеин, әйел кісілердің гормондары, глюкокортикоидтар, диуретиктер енгізілген кезде. Глюкозаның мөлшерінің 3-3 миллимолдан төмендеуін гипогликемия деп атаймыз. Оған алып келетін себептер ұйқы безінің ауруларына байланысты. Гиперплазия, ұйқы безінің бета-жасушасының аденомасы немесе карциномасы тағы басқа. Ішкі секреция бездерінің аддисон ауруы, қалқанша безінің функциясының төмендеуі, сонымен қатар қант диабетімен ауыратын науқастардың ұзақ уақыт тамақтанбауы немесе инсулинді салынған соң дер уақытында тамақтанбау алып келуі мүмкін. Билирубин қалай пайда болады? Бізде 120 күн өмір сүрген эритроциттер бауырда, көк бауырда, сүйек кемігінде, мысалында көк бауырда макрофагтардың нәтижесінде гемоглобин, гем және глобулинге бөлінеді. Гемнің өзін эквивалентті темірге және биливердинге бөлінеді. Биливердинден бізде тура емес билирубин пайда болады. Тура емес билирубин бізде адам ағзасына зиянды токсинді әсері бар. Оны бізге бауырға жеткізу үшін ол тура емес билирубин альбуминмен байланысқа түсіп, ол тасымалдау арқылы бауырға жеткізіледі. Бауырда гепатоциттерді тура емес билирубин тура билирубинге айналады. Ол бізде токсиндік әсері болмайды, улы әсері. Ол 12 елі ішекке өт жолы арқылы түсіп, ол бізде бірінші урабилиногенге, сосын стеркобилиногенге айналады. Оның 85-90% стеркобилиноген арқылы нәжіске қоңыр түс беріп шығып кетеді адам ағзасынан. Ал 10-15% қанға қайта түсіп, ол бүйрек арқылы бізден адам ағзасына шығады. Оны урабилиноген деп аталынады. Ол бізге зәрге сарғыш түс береді. Енді біз билирубинге тоқталатын болсақ, жалпы билирубиннің мөлшері 3-4, 20-5 миллимол, ал тура билирубиннің мөлшері 5 миллимол литрге дейін болады. Егер адам ағзасында биохимиялық анализі тура емес билирубин жоғары болатын болса, ол кезде біз оны қан жүйесінен іздеуіміз керек болады. Анемия мысалы, үлкен көлемде қан жоғалту, яғни эритроциттердің көлемі жоғарылап, бірақ та оны бауыр дер уақытында залалсыздыра алмай жатқанын білдіреді. Егер бізде биохимия анализімізде тура және тура емес билирубиннің де мөлшері жоғарылайтын болса, ол бауырлық немесе панихематозды деп аталынады. Оған алып келетін себептер бауыр жасушаларының дистрофиясы, бауыр циррозы, бауыр ісігі кезінде тағы басқаларда. Ал енді үшіншісі бұл тура билирубиннің мөлшерінің жоғарылауы, оны механикалық жолмен бітелуі нәтижесінде болады. Оған алып келетін себептер өт жолдарының бітелуі, калькулезді холецистит, ұйқы безінің ісігі кезінде тағы басқаларда пайда болады. Алат және асат. Алат және асат адамның барлық ағзасындағы жасушаларда кездеседі. Бірақ алат көбінесе бауыр, бүйрек, жүрек, сүйек жасушаларында көп. Ал асат болса жүрек және де бауыр жасушаларында өте көп болады. Адамның бауыр жасушасын гепатоциттердің немесе жүрек жасушасы миоциттердің өлуі нәтижесінде адам ағзасында алат және асат ферменттері қанға түседі. Соның нәтижесінде алат асат жоғарылайды. Бірақ та біз көңіл бөлетініміз, егер алаттың мөлшері асаттың мөлшерінен жоғары болатын болса, бұл бізде бауыр зақымдалғанын білдіреді. Ал керісінше асаттың мөлшері алаттың мөлшерінен жоғары болатын болса, бұл жүрек жасушаларының зақымдалғанын білдіреді. Алаттың қалыпты мөлшері 45 единица литрге дейін. Оның жоғарылауына себеп болатын жедел вирусты гепатит, созылмалы гепатит, бауыр циррозы, бауыр ісігі кезінде, бауыр метастазы кезінде, тағы басқаларда. Ал асаттың мөлшерінің жоғарылауына себеп болатын миокард инфарктісі, өкпелік эмболия, полиомиелит, малярия, тағы басқа аурулар.
Сілтілік фосфатаза. Сілтілік фосфатаза белоктық фермент. Ол фосфордың жасушаға мембрана арқылы өтуін қамтамасыз етеді. Ол ең жиі бауырда, бүйректе, өт шығару жүйесінде, сүйекте, плацента жасушаларында болады. Оның қалыпты мөлшері ер кісілерде 270 единица литрде, әйел кісілерде 240 единица литрде. Сілтілік фосфатазаның мөлшерінің жоғарылау себептері физиологиялық себеп жүктіліктің соңғы триместр және менопаузада, ал патологиялық себептерге бауыр аурулары кезінде, сүйек аурулары кезінде, өт іркілісі кезінде, ал препараттарда тетрациклин тағы басқалар қолданылғанда сілтілік фосфатаза жоғарылауы мүмкін. Креатинин ол азот алмасуының соңғы өнімі болып табылады және ағзадан зәрмен бірге шығарылады. Креатиннің қалыпты мөлшері 18-60 жас аралығында ер кісілерде 64-115 микромиллимол литрде, ал әйелдерде 50-98 микромиллимол литрде. Адамдардың қартаюына байланысты бүйректің фильтрация қызметінің төмендеуінің нәтижесінде егде жастағыларда креатиннің мөлшерінің қалыптысы жоғарылауы мүмкін. Креатин мөлшерінің жоғарылауына алып келетін себептер: жедел және созылмалы бүйрек функциясының бұзылысы, жүрек жеткіліксіздігі кезінде, ішкі секреция бездерінің аурулары кезінде, күйікте, сусызданған кезде, бұлшықеттердегі аса қатты жүктеме түскен кезде, ет тағамдарын көп қабылдағанда, яғни ауыр физиологиялық жұмыспен шұғылданғанда немесе спортпен шұғылданған кезде, препараттарға байланысты аскорбин қышқылы, цефазолин, тағы да басқаларды атап өтуімізге болады. Креатиннің мөлшерінің төмендеуі клиник аса маңызды рөл атқармайды, бірақ та ол бұлшықет атрофиясы кезінде, жүктіліктің бірінші-екінші триместрінде төмендеуі мүмкін, және де ет тағамын қабылдамайтын адамдарда және кортикостероидтар қолданған кезде төмендейді. Мочевина бүйрек бауыр функциялары және бұлшықеттері жайлы хабар береді. Мочевина адам жасушасындағы белок алмасуы нәтижесінде токсинді аммиак түзіледі. Токсинді аммиак бауырда детоксикацияға ұшырайды, яғни уытсыздануға. Одан токсикалық әсері жоқ мочевина түзіледі. Мочевина бүйрек арқылы ағзадан шығарылады. Мочевинаның қалыпты мөлшері 2,5-8,3 микромиллимол литрде. Мочевина мөлшерінің жоғарылауына алып келетін себептер: жедел және созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, подагра, құрамында белок көп тағамдар қабылдануы, ауыр физиологиялық жүктемелер кезінде, сусыздану, бүйрек ауруларында, созылмалы гломерулонефрит, бүйрек амилоидозы тағы басқаларды, бүйрек қан айналымы бұзылғанда, зар шығару жүйесінде ұзақ уақыт бітелуінде, препараттарға байланысты глюкокортикостероидтар, фуросемидтер, антибиотиктер қолданғанда мочевина жоғарылайды. Мочевина мөлшерінің төмендеу себептері: белок тағамдарын аз қабылдағанда, бауыр ауруларында, ас қорыту ауруларында, мысалы ішек ауруларында, ішектегі операция жасалғанда, гельминтозда, созылмалы панкреатитте, және де адам ағзасы улану кезінде, ода фосфор органикалық заттармен, мышьякпен, тағы басқалармен. Амилаза. Амилаза ас қорыту ферменті, күрделі көмірсуларды қарапайым көмірсуларға дейін ыдырату. Оның екі типі болады: П типті және С типті. П типті амилаза бұл ұйқы безі амилазасы, немесе панкреатический амилаза деп аталынады. Ол жалпы амилазаның 40%-ын құрайды. Ал С типті амилаза бұл сілекейде, бауырда, тағы басқаларда болады. Ол жалпы амилазаның 60%-ын құрайды. Сілекей және ұйқы безінде тағы бар жасушаларды жаңару немесе зақымдалған кезде амилаза қанға түседі. Жалпы альфа-амилазаның қалыпты мөлшері 28-100 единица литрде, ал панкреатический амилаза 50 единица литрге дейін болады. Енді панкреатический амилаза мөлшерінің жоғарылау себептеріне тоқталатын болсақ, ол спирттік ішімдіктер қолданған кезде, глюкокортикоидтар, наркотикалық препараттар, диуретиктер, тағы да басқалар қолданылған кезде болады. Ал оның төмендеуіне ұйқы безінің жеткіліксіздігі кезінде, созылмалы панкреатитте
бірақ та альфа-амилазаның мөлшері біздің панкреатический аурудың дәрежесін көрсетпейді. Жалпы амилаза мөлшерінің жоғарылау себептеріне жедел панкреатит, бауыр ауруларына байланысты препараттардан кортикостероидтар, тетрациклиндер қолданылғанда, ал жалпы амилаза мөлшерінің төмендеу себептеріне ұйқы безінің жеткіліксіздігі кезінде, жүктілік кезінде, токсикоз уақытында тағы басқаларды, гепатитте. Жалпы холестерин май алмасуының басты компоненті. Оның қызметі жасуша мембранасының құрылысына, холестерин еркек және әйел жыныс гормондарының синтезіне және D витамин синтезіне қажет етеді. Холестерин түрлері тығыздығы төмен липопротеинді холестерин және тығыздығы жоғары липопротеинді холестерин болып бөлінеді. Холестериндердің қалыпты мөлшері 3,6-5,2 ммл-литрде. Тығыздығы жоғары липопротеинді холестерин қалыпты мөлшері 0,9-дан 1,9 ммл-ге шейін, ал тығыздығы төмен липопротеинді холестериндер қалыпты мөлшері 3,5 ммл-ге дейін өзгереді. Жалпы холестериннің мөлшерінің көбею себептері: артеросклероз кезінде, спирттік ішімдіктер көп ішуде, қалқанша безінің қызметінің төмендеуі, бауыр бүйрек ауруларында, ұйқы безі ауруларында, қант диабеті кезінде, подагра, семіздік. Ал жалпы холестерин мөлшерінің төмендеу себептеріне жедел инфекциялық аурулар кезінде, сепсис, қалқанша безінің қызметінің жоғарылауы кезінде, созылмалы жүрек жеткіліксіздігінде, диета кезінде препараттар қолданылғанда төмендейді. Тығыздығы жоғары липопротеинді холестериннің жасушалардағы липидті бауырға тасымалдау. Бұны кей кезде жақсы липидтер деп аталынады. Оның мөлшерінің жоғарылауына алып келетін үнемі болатын физикалық жүктеме немесе ауыр физикалық жүктеме кезінде препараттардан пероральный контрацептер қолдану, пестицидтер қолданғанда, ал мөлшерінің төмендеуіне алып келетінде атеросклероз, миокард инфарктісі кезінде, қант диабеті кезінде, жедел инфекция кезінде, асқазан ойық жарасы тағы басқада. Ал тығыздығы төмен липопротеиндер қанның тамыры қабырғаларында ұсталып қалады. Соның нәтижесінде артеросклерозды қан тамырлардың қабырғаларында холестерин түйіншіктер түзіледі. Тығыздығы төмен липопротеинді холестериндер бұл бізде жаман холестериндер деп аталынады. Ол бізде атеросклероздан түзілуіне және де холестеринді бляшканың түзілуіне алып келеді. Оның мөлшерінің жоғарылау себептері семіздік, бауыр аурулары кезінде, қалқанша безінің функциясының төмендеген кезде препараттардан бета-блокаторлар, диуретиктер, антрогендер, кортикостероидтар тағы басқа қолданылғанда, ал тығыздығы төмен липопротеинді мөлшерінің төмендеу себептері ашығу, өкпе аурулары кезінде, анемия, қалқанша безінің функциясының жоғарылаған кезде, күйік кезінде тағы басқаларда. С-реактивті белок. С-реактивті белок бұл қабыну үрдісінің жедел фазасының индикаторы. Тіңнің зақымдалған ең сезімтал және ең тез индикатор болып табылады. Оны ЕТЖ-мен салыстырады, бірақ та ЕТЖ-дан ерекшелігі тез пайда болады және тез жоғалады. Оның қалыпты мөлшері 5 грамм-литрге дейін. С-реактивті белоктың жоғарылау себептері қабыну, некроз, жарақаттар және ісіктер, паразитарлық инфекциялар тағы басқалар жатады.